Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге көрсететін рецепт восточный пирог. Видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Рецептпен бөлісетін боламын. Алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, араластырып аламыз. Және осының үстіне ерітілген сары майымызды қосамыз. Тағы да қолымызбен кішкене араластырып аламыз. Енді осының үстіне бір жұмыртқа және қант қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырға қажетті ингредиенттердің грамдарын видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Егерде сізге үлкендеу пирог керек болатын болса, осы қамырды екіге көбейтіп жасасаңыздар болады. Міне осындай жұп-жұмсақ қамыр шығады. Қолға жабыспайтындай. Енді осы қамырды салафан пакетімізге салып, тоңазытқышқа қоя тұрамыз, салмасын дайындағанша. Салмасына бізге керегі кептірілген өрік, мейіз және грек жаңғағы. Грек жаңғағын осылай қатты ұсақ емес, орташа көлемде етіп турап алдым. Және кептірілген өрікті осылай ұсақтап тураңыздар. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін қамырымызды тоңазытқыштан алып, формаға тегіс етіп жайып шығамыз. Және жан-жағын биіктеулеріңіз керек. Менде форманың диаметрі 20. Осылай қамырымызды толық етіп жайып шығамыз. Жан-жағына бортиктер жасаймыз. Осылай көтеріңкі болып тұру керек. Енді осы жасалған қамырымыздың үстіне салмасын сала бастаймыз. Мейізді саламыз. Және ұсақтап туралған өрікті саламыз кептірілген. Барлық жеріне бірдей етіп жайып шығамыз. Енді осының үстіне грек жаңғағын саламыз. Сіздерде қосымша тағы да қандай жаңғақтарды немесе кептірілген жемістерді ұнатасыздар, соларды сала берсеңіздер де болады. Мінекей толығымен грек жаңғағын салып шықтым. Енді осының үстіне сгущенканы құятын боламыз. Сгущенканы барлық жеріне тегіс етіп құйып шықтым. Енді осы пирогты қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут қамыры сарғай піскенше пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте дәмді және тәтті. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.